Ресейдің Белгород қаласындағы мұнай базасынан өрт шықты. Сіздер осы жаңалықты тек қана осы видеодан ғана толық көре аласыздар. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басып, комментке өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Ал біз бастаймыз. Украина билігі Ресейде жанармай қоймасындағы жарылыстар туралы хабарды әлі растаған жоқ, жоққа да шығармады, деп хабарлайды Хабар 24. Осының алдында Белгород облысының әкімшілігі Киев жергілікті мұнай базасына шабуыл жасады деп айыптаған еді. Олардың ойынша Украинаның қарулы күштері әскери тікұшақтармен соққы жасаған. Алексей Арестович, Украина президентінің кеңесшісі, былай дейді: біз өз жерімізді қорғап жатырмыз. Ресей өз аумағында болып жатқанға өзі жауап береді. Олар Белгородта не болғанын анықтауға тиіс. Мүмкін жарылыс темекі тұқылынан болған шығар. Бәлкім сарбаздар бұйрыққа бағынбай бұра тартқан болар. Қалай десек те бұл жарылыстар үшін жауапкершілік Ресейдің өз мойнында, деді. Желіде зымыранның атылғанын көрсеткен бақылау камерасының видеосы жарияланды. Бірақ бұл кадрларды шын өтірігін әлі де ешкім тексере алмай отыр. Ресейдің қорғаныс министрлігі мәлімдеме таратты. Игорь Конашенков, Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігінің ресми өкілі, былай дейді: 1 сәуірде Украинаның 2 Ми-24 тікұшағы Ресейдің әуе кеңістігінен төмен биіктікте кірді. Сосын олар Белгородты маңындағы азаматтық мұнай қоймасын зымыранмен атқылады. Нысанға зақым келіп отқа оранды. Бұл қойма азаматтық көлік құралдарын жанармаймен қамтамасыз ету үшін ғана пайдаланылады. Қарулы күштерге еш қатысы жоқ. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Сіздермен бірге болған Керек Бол арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.